Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Біз бүгін жол апаттары неден болатынын және оны болдырмаудың алдын алу жолдарын сондай туралы айтайық. Жол апаты неден болады? Жол апаты әрине ол байқамай жасаған болады, бірақ кейбір кезде әдейі істеп қалатын жағдайлар болады. Міне, біліп істеген, білмей істеген деген өте екеуі әртүрлі ұғым. Мысалы, бізде қазір статистика бойынша жол ережесін бұзушылық, жол апаты деген статистиканы қарасаңыз өте жан түршігерлік. Ол жерде өте көп жол апаты және жол ережесін бұзушылық одан да көп. Енді қараңыздар, ол неден болады? Сіз қалай ойлайсыз, ол неден болады? Енді қараңыз, жүргізуші куәлігін алу бар, және бізде осы Қазақстан телеарнасында жақында сондай тақырып қозғалды. Жүргізуші куәлігін 21 жастан беру керек деп бір кісілер пікір айтты. Одан кейін жүргізуші куәлігін беру процесін не істеу керек деп қатаңдату керек деген сияқты. Сондай нелер болды. Одан кейін айыппұлдарды қатаңдату керек деген сондай пікірлер болды. Бірақ бұл біздің ойымызша шешім емес. Жүргізуші куәлігін алу процесі қазір дұрыс реттелген, барлығы дұрыс жасалған, бірақ жүргізуші куәлігін просто біздің адамдарымыз, өзіміз, біздің халық әлі де білмейді, әлі де олар ойлайды, жүргізуші куәлігін тек қана ақшамен алуға болады деп. Сосын олар дайындалғысы келмейді, хотя бы бір белгіні олар үйренгісі келмейді. Мына белгі қандай белгі екен, мына белгі біз вообще не деген белгі екен, қазір не мағына береді екен деген сияқты. Ол кісілер сондай бір ізденуден өте алшақ. Сол себепті бізде жүргізуші куәлігін алу бар. Және көлік айдамас бұрын адам түсіну керек. Ол көлік айдамас бұрын, ол мысалы кішкентай бала жүріп үйренеді. Ол да сол сияқты көлік айдау деген, ол да сол жаңадан үйренетін нәрсе ол. Сіз түсінуіңіз керек, что сіз көлік айдайын деп жатырсыз, қазір мен көлікке отырамын деген сияқты. Енді көлік айдамас бұрын сіз не істейсіз? Сіз үйренуіңіз керек көлікті. Көлікті жүргізіп үйрену керек. Көлікті жүргізіп қана үйренген өте аз. Сіз былай ғой, мысалы сіз компьютерді қосып, сосын мышкамен қозғауды үйрендіңіз. Компьютерді қосып, мышкамен бет-бет қозғауды, мышканы осылай апаруды үйрендіңіз. Енді қараңыз, сіз бірақ компьютерде именно бір программамен жұмыс жасау, ол жерде мышканы именно бір папкаға апарып, сол папкаға кіру деген сияқты. Сондай, сіз мысалы ішіндегі оның программаның несін білуіңіз керек қой, онымен қалай жұмыс істеу керек. Мышканы сіз просто бүйтіп апарып басқаннан сіз ол жерде ештеңе жасай алмайсыз. Сіз мысалы фотошоппен жұмыс жасасаңыз, қандай инструменттерді сол жерде басу керек деген сияқты. Мысалы сондай нені білуіңіз керек, ішіндегі нені баспен жұмыс жасауыңыз керек. Сіз қолмен жасауды біліп отырсыз, мышканы қимылдатуды, компьютерді қосуды, клавиатураны басуды білесіз, бірақ фотошоптың ішіндегі инструменттерді білмейсіз. Дәл сол сияқты бұл да. Сіз көлікті айдап білесіз, көлікті газды басуды білесіз, тормозды басуды білесіз, рульді бұруды білесіз, бірақ жолда жүру тәртібін сіз білмейсіз. Жолда жүру тәртібін білмегендіктен ереже бұзылады. Енді қараңыз, оны үйренуіңіз керек, сіз түсініңіз. Оны үйрену керек, оны ешкім біліп тумайды. Оны біреу тек мықтылар ғана білет, үйренеді деген ондай жоқ. Кәдімгі сіз қарапайым адам, жаңадан жүргізуші болайын деп жатқан кісі жол ережесін үйрене аласыз. Ол мүлдем қиын емес. Спокойно, просто ол жерде методикасын білу керек, ізденуіңіз керек. Сіз осыны түсініп алыңыздар, құрметті оқырмандар. Сіз вообще өміріңізде любой кезде сіз ізденуіңіз керек. Сіз оны жүргізуші болайын деп жатсыз ба, немесе басқа болайын деп жатсыз ба, мейлі ешкім болмай ақ қойыңыз, просто күнделікті өміріңізді сүру үшін сіз ізденуіңіз керек. Ізденуіңіз керек, білуіңіз керек, білмегеніңізді сұрауыңыз керек, қарауыңыз керек деген сияқты. Сондай бағытта жұмыс жасау керек. Міне сізге жүргізуші болуға қазір мақсат болып тұр. Сізде жүргізуші болғыңыз келеді, көлік айдағыңыз келеді, жұмыстарыңызды бітіргіңіз келеді. Ол үшін сіз жүргізуші куәлігін алуыңыз керек. Жүргізуші куәлігін алғаннан да бұрын сіз кешіріңіздер, сіз алғаннан да бұрын сіз жол ережесін түсініп алуыңыз керек. Жолда қалай жүру керек, кімге жол беру керек. Жол ережесінен де
вообще жол ережесімен қатар міне жол ережесі бар және жүргізушінің әдептілігі бар, этика водителя деген бар. Осы екеуін қатар алып жүру керек жүргізуші. Сіздің мәдениетіңіз болу керек жолда да. Кәдімгі ол сіздің не сияқты, мынау кәдімгі сіз көп талпаның арасында жаңа аэропорт неде жүресіз осылай, больницада бір жерде очередь болып бүйтіп талпаның арасында кәдімгі өзіңіз жүресіз ғой осылай. Ол жерде сіз тәртіп сақтайсыз ғой, біреуді итеріп кетпейсіз, біреуді осылай ұстап лақтырып жібермейсіз. Сіз ол жерде белгілі бір тәртіппен, очередьпен деген сияқты солай жүресіз. Ол көлік айдауда солай. Сіз сол жердегі тәртіпті сақтауыңыз керек. Сол жердегі мәдениеттілігіңізді кәдімгі өзіңіздің сақтап жүруіңіз керек. Жүргізуші куәлігін алу процесі біздің елімізде өте дұрыс жасалған, бірақ енді оны орындау жағы бізде өте әлсіреп тұр. Сатушылар көп, сатып алам деген адам одан да көп. Сатып алғысы келетін адам одан да көп. Сол себепті бізде қазір сол жағы ақсап тұрған себебі осы. Апат та содан болады, жол ережесін білмегендіктен. Және де қараңыз құрметті оқырмандар, апат міне сатып алғандар бір ма? Сатып алған адам, ережені білмейтін адам апатқа себепкер. Ол бір. Жол апатына себепкер неше жыл бойы опыты бар адам. Тоже ол да себепкер. Неге дейсіз ғой? Себебі опыты бар адам, неше жыл бойы тәжірибесі бар адам, неше жыл бойы көлік айдап жүрген кісі, ол өзіне өте қатты сенімді болып, жаңағы кішкентай жерде мен мына жерге сиям, мен мына жерден өтіп кете алам деп, немесе жылдамдығын асырып жүріп, ол өзіне сенімді болып сондай апатқа әкеледі. Түсіндіңіздер ме? Ол резкий маневр жасайды, резкий жаңа скоростын көбейтеді, резкий скоростын көбейтіп, сондай резкий тоқтау, сондай сияқты қауіпті маневрларды ол жасайды. Өзіне сенімдімін деп та, мен неше жыл айдадым деген сияқты. Осындай кісілерде себепкер болады. Жаңадан алған, өз білімімен алған жүргізушілер себепкер болу ықтималдығы өте төмен. Себебі ол жаңадан алды жүргізуші куәлігін, ол ережені түсінді, бірақ жолда жүрген кезде ол кісі өте жай жүріп, жаңа ережелерді сақтап, солайынан ол кісі өте мұқият болады. Жолда жүрген кезде барлық жүргізуші өте мұқият болса, ешқандай жол апаты болмас еді. Сіз жолда кәдімгі ережеде де жазылған, жаңа неде де барлық жол ережесін қарасаңыз, немесе вообще сіз жұмыс жасап жүрген жерде техника қауіпсіздігін қарасаңыз, сол жерде жазылған мұқият болу керек деген. Бдительность дейді, внимательность дейді. Сіздің назарыңыз жан-жаққа аумау керек. Сіз көлік айдап келе жатсыз ба, көлігіңізді айдауыңыз керек. Элементарно ережеде жазылған 2 секундқа сіз бір жерге, 2 секундтан астам сіз бір жерге қарап қалмауыңыз керек. Міне сіз мына алдыңызды бақылауыңыз керек, және көліктің мына екі жағын, және артқа қарайтын айнамен артқы жақты бақылап отыруыңыз керек. Міне қаншама жұмыс, еще сіз біреумен ол жерде әңгіме айтып отырсаңыз, ол өте қауіпті болады. Телефонмен сөйлескенде тоже самое. Сіз ол жерде алаңдамауыңыз керек. Сіз кәдімгі барлық көліктің айналасындағы ситуацияны бақылап, солай жүруіңіз керек. Құрметті оқырман, назарларыңызға рахмет. Ережені біліп жүріңіздер. Әр жүргізуші өзінің өміріне және қоғамдағы басқа жол жүрісіне қатысушы адамдардың өміріне жауапты. Сізді үйіңізде күтіп отырады, туған туысыңыз күтіп отырады. Соны ұмытпаңыздар. Жол жүрген кезде ережені біліп жүріңіздер, құрметті оқырмандар. Біздің ПДД Қазақстан ұжымы сіздерге видео салып жатыр. Сол видеолардан сіз қайта көріп, миыңызға ережені құйып алыңыз.